Қарақшы, мен өмірде қарақшыларды көрмеппін. Әне, анда біреулер бар сияқты. Керей, өтінемін көрейікші. Жарайды, бірақ көреміз де қайтамыз. Әттең қарауымыз жоқ. Менде сақпан бар. Ей, көңілдіреген жоқ па? Біздің билегіміз келіп тұр. Көңілдісін өзің бастамасаң. Дала еркесеміз біз қарақшы біліп қой. Қайда жүрсек қарнымыз тоқ, күнде думан, күнде той. Басқалар шайын бегетіп, бел ауыртып жатпаймыз. Шарап ішіп шалқып тасып, біздің өмір қызық қой. Керуендер өтіп берсін жібек жолы бойында. Керуен басы береріңді өз еркіңмен дайында. Күміс теңге жібек маса бола берсін бәрібір. Аңыз етіп ел айтады ертең біздер жайында. Қорқытамыз толаймыз, босылаймыз оңаймыз. Алтын күміс теңгелерді сыңғырлатып сарғаймыз. Солай ертең қанаймыз, қасырларға талаймыз. Оңайлылжа келіп тұрса құрғаламыз қалаймыз. Қарақшымыз қаталмыз, ел тонаймыз далада. Шын болады біз дегенде қарияда балада. Ұрлық түбі қорлық деген дана сөз бар халықта. Кім айтса да тауып айтқан түйіп алшы санаңа. Ей, мынау қайдан шықты? Сайтан емес пе өзі? Кімсің ей? Сендер қоршаудасыңдар. Тұтқындарды босатыңдар. Қоршауда дейді? Ешкім жоқ қой. Оны немен дәлелдейсің? Ей, бұл қалай болды? Тағы дәлел керек пе? Қай жерден атылды? Білмеймін, байқамадым. Абай болыңдар. Тұр, зәреміз алды ғой. Албақ бұрын, енді не дейсің? Қаш, Жәнібек, қаш! Қаш! Өшірініңді! Деген жоқ. Қазір мен оның әкесін танытайын. Тапқан екенсің ойнайтын адамды. Талдың ба? Мен саған тас атқан. Қане бұлай тұр. Алысқа самаңдар дегенім қайда? Біз тай үйретіп. Құрай қайдан ештеңе шықпайды. Керей, тұтқындарды босат. Айғайлама дедім ғой, құлақты жарасың. Ал сендер неге айғайламайсыңдар? Болды, беріліңдер. Мәсіған. Мен құмырашы шебермін. Заттарымызды саудалауға келе жатқанбыз. Қарақшылар қапыда бас. Қай шақардан боласыңдар? Отырарданбыз. Рахмет, балалар. Сендер болмағанда не болар еді? Мен... Бұл Жәнібек, ал мен Кереймін. Мен Айшамын. Ал
сендерге естелік болсын. Эй, Сау болыңдар, Алла жар болсын. сау бол. Жолдарың болсын. Сау болыңдар, балалар. Батыр ата, бізді қалай тауып келдіңіз? Ақсақалды қария айтпағанда білмес едім. Ол қандай қария? Мен оны көрдім. Бір Алла сақтады. Қарақшылар жазым етсе не болар еді? Түсіндік, Батыр ата. Керек. Енді мұндай қайталамасын. Батыр ата, бізге көрінген Қыдыр ата емес пе? Әбден мүмкін. Сендер не күлкен тыңдамайсыңдар? Ордадан рұқсатсыз алшақ кеткендерің қалай? Әке, мен кінәлі. Мен. Хан әке, менен болды, кешіріңіз. Осы істерің ел бастайтын сұлтандарға лайық па? Жарайды, бір ашуыңды маған қый. Ал сендердің бір-біріңе араша түскендерің жақсы қасиет. Біз Болат екеуміз қандай бауыр болсақ, сендер де сондай жақын болуға тиіссіңдер. Сендер жұптарыңды жазбай жүрсеңдер ғана мақсаттарыңа жетесіңдер. Осыны бір сәт естен шығармаңдар. Иә, Ал балалар, сендер бара беріңдер. Хан ием, маған айтарыңыз бар ма? Аталық, талай айқастарда, қаншама сын сағаттарда менің сенімді серігім болдың. Алайда саған бір өтінішім бар. Айтыңыз, хан ием. Таңбалы тастың басындағы жайды көрдің. Аумалы төкпелі заман болғалы тұр. Бір бәлені ішім сезеді. Айтарым, Керей мен Жәнібек саған аманат. Алаң болмаңыз, хан ием. Олар үшін жаным құрбан. Бүгінгі жаттығуда не істейді екенбіз? Тағы да сақпан атпасақ болғаны. Батыр ата, өткендегі қашқанға тигізіп атқаннан бұлтару дегеніңізді түсінбедік. Қорамсаларыңды алыңдар. Мынау жоқ жебен не істейміз? Тайларыңды атыңдар. Не үшін? Ет ауырады ғой. Бұл тай сендерге сауын бие емес. Жорық аты болсын десеңдер. Атыңдар. Атыңдар.
Міне, атқаннан болтару деген осы. Жылқы көзі жылғадағыны көрет деп қазақ бекер айтпаған. Енді бұл тайларың сендерді жауып тұрған жебенің арасынан алып шығады. Ал шаңшың ұрысқа көкпардың додасына түскенде үйренеді. Түсіндік, Батыр ата. Біз ұрысқа дайынбыз. Ағай